Саламатсыздар ма, білімгерлер? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы іс жүргізу мерзімдері мен сот шығындары. Енді осы бүгінгі сабағымызға байланысты азаматтық іс жүргізудегі мерзімдер мен сот шығындары тақырыбына байланысты бүгін екі мәселені қараймыз. Бірі азаматтық іс жүргізу мерзімдері, екіншісі осы азаматтық іс жүргізудегі байланысты шығындар. Осыларды бүгін сабақта қарастырамыз. Енді білімгерлер, азаматтық іс жүргізу мерзімдері. Бұны Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 10-шы тарауынан қарап білеміз. 10-шы тарауда көрсетілген екен, жазылған екен, міндетті түрде азаматтық іс жүргізу кодексін ашып қараймыз. Енді ары қарай айтайық. Азаматтық іс жүргізу мерзімі жаратылысынан екіге бөлінеді екен. Бірі заңмен белгіленген мерзімдер болса, екіншісі сот тағайындауымен тағайындаған мерзімдер болып бөлінеді екен екіге. Енді білімгерлер, жаңа біз айтып өттік, бірі заңмен белгіленген, бірі сотпен тағайындалған. Енді осының айырмашылығы неде? Соны ашып айтайық. Енді осы сотпен тағайындалған мерзімдерді азаматтық іс жүргізу кодексінің 123 бабынан қарап білеміз. Енді заңмен белгіленген мерзімдер, бұлар іс жүргізу мерзімі сотқа және басқа да азаматтық іске қатысушыларға міндетті екен. Осы заңмен белгіленген мерзімді міндетті түрде сотқа қатысушы тұлғалар орындауға міндетті екен. Екінші, заңмен белгіленген іс жүргізу мерзімін сот және басқа да тараптар, яғни осы сот процесіне қатысушыларға, өзге де қатысушыларға келісімдері бойынша өзгерте алмайды екен. Неліктен? Өйткені бұл заңда белгіленген мерзімдер екен. Заңда осыншама күнде қаралады деген мерзімдерге байланысты, заңда көрсетілген тәртіпке, мерзімге байланысты сот та және осы сотқа қатысушы тараптар да бұны өздері өзгерте алмайды екен. Өйткені бұл заңда көрсетілген мерзімдер екен. Енді заңда белгіленген мерзімдерге қандай мерзімдер жатады? Осыны айта өтейік сіздерге түсінікті болу үшін. Біріншіден, азаматтық процестік кодексінің 122 бабына сәйкес талап арызды қабылдау 5 күн мерзім ішінде жүргізіледі. Яғни, сіз талап арызды сотқа жазған кезде, осыны 5 жұмыс күні ішінде қарау мерзімі 5 жұмыс күнің ішінде жүріп, сізге ответ береді екен, сізге жолданады екен. Енді екіншіден, азаматтық істерді дайындау мерзімі 15 күнге созылады екен. Ал егерде айрықша бір қиын істер болған жағдайда 1 айға созылуы мүмкін екен, білімгерлер. Үшіншіден, бірінші сатыдағы сот азаматтық істерді қарауда сот талқылауына дайындағаннан кейін, аяқталғаннан кейін 2 ай мерзімге екен. Ал кейбір істер бойынша 1 ай ішінде, мезгіл ішінде жүргізіледі екен. Төртіншіден, апелляциялық істерді қарау мерзімі 2 айға созылады екен. Ал егерде кассациялық сатыдағы істерді қарау, бұл 1 айға жүргізіледі екен. Егерде сіз апелляциялық шағымға қанағаттанбаған жағдайда, кассациялық шағымға берген жағдайда, бұл 30 күн ішінде қаралады екен. Сонымен қатар, азаматтық процестік кодексіміздің 139 бабына сәйкес судья, яғни сот өзінің бұйрығымен 3 күн мерзім ішінде өзінің бұйрығын, жаңағы істі сіздер сотқа тастадыңыздар, сол кезде қаралатын бұйрығын бұл 3 жұмыс күні ішінде шығаруға міндетті екен, шығарады екен. Сонымен қатар, осы біз айтқан жаңағы азаматтық процессуалдық кодексінің 142 бабына сәйкес 10 жұмыс күні ішінде борышкер сот бұйрығына
қарсылық білдіруге құқылы екен. Егер де жаңағы бұйрық шыққан жағдайда борышкер өзінің қарсылығын білдіретін болса, оны осы 142 бапқа сәйкес 10 жұмыс күннің ішінде қарсылық білдіріп өзінің арызын жазуға құқылы екен. Сонымен қатар сырттай жаңағы шешімнің күшін жою туралы арыздар, бұларды сотқа келіп түскен күннен бастап 10 күн жұмыс күннің ішінде сот отырысында қарайды екен білімгерлер. Және де апелляциялық шағымға наразылық сот шешіміне жаңағы шешіміне келіп түскен күннен бастап оны 1 ай ішінде берілуі мүмкін екен. Сонымен қатар кассациялық шағым немесе наразылық апелляциялық сатыдағы соттардың қаулылары, жаңағы ұйғарымы заңды күшіне енген күннен бастап 6 ай ішінде берілуі мүмкін екен. Және де осы сот процестері барлық сатылардан өткеннен кейін, сот процесі біткеннен кейін жаңадан бір ашылатын мән-жайлар болуы мүмкін. Сот процесі аяқталғаннан кейін бір жаңадан жаңағы қылмысқа байланысты бір мән-жайлар ашылуы мүмкін. Бір дәлелдемелер, бір құжаттар, болмаса бір басқа да бір дәлелдемелер табылған жағдайда мән-жайға байланысты бұл қайта қарау үшін бұны 3 ай ішінде арыз бере алады екен. Жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты білімгерлер. Бұл біздің айтып өткеніміз заңда белгіленген мерзімдерге байланысты сотта қарайтын мерзімдер. Бұл заңда белгіленген мерзім. Бұл мерзімдерді орындауға, осы мерзімдерге байланысты істерді жүргізуге міндетті екен. Енді келесі екінші мәселеміз сот тағайындаған мерзімдер. Енді бұл сот тағайындаған мерзімдерді айта өтейін. Мерзім заңмен белгіленген жағдайда судья немесе сот өзі тағайындайды. Екіншісі, бұл мерзімдерді соттың өзгертуге немесе бұзуға құқығы бар. Яғни, жаңағы біз айтып отырмыз, бағанағы заңмен белгіленген мерзімдерді орындай отырып, заңда белгіленген мерзімдерді бағана бұза алмайды дедік, осыларға орындай отырып, бір сот процесі кезінде, егер де сот процесінде бір жаңадан бір мән-жайлар анықталған жағдайда, басқа да бір құжаттар, дәлелдемелер керек болған жағдайда, сот өзінің тағайындауымен процесті кейінге қалдыра алады екен, ұзарта алады екен, яғни ұзарта алады екен. Ал егер де жаңа біз біріншіде айтып өттік қой, жаңағы судья немесе сот өзі тағайындай алады деген. Бұл егер де сот процесіне куәгер я болмаса жаңағы жауапкер, талапкер келе алмаған жағдайда, бір жаңағы денсаулығына байланысты бұндай жағдайда сот процесін шегеруге, кейінге қалдыруға судьяның өзі шешім шығара алады екен. Осындай жағдайларда ғана және де жаңағы процеске керекті бір құжаттар, мән-жайлар анықталған жағдайда келесі отырысқа керек кезде жаңа іске қатысты. Бұндай жағдайда судья өзінің тағайындауымен сот процесін кейінге қалдыра алады екен. Бірақ осы біз алдында айтып өткен жаңағы заңмен белгіленген мерзімдерді тәртіпті сақтай отырып. Енді іс жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру. Қандай жағдайда іс жүргізу мерзімдері тоқтата тұрады екен, осыны айтып өтейін. Енді мерзімдерді тоқтата тұру іс жүргізудегі тоқтау үшін негіз болған мән-жайлар туындағанда уақытында босатылады деп тұр. Қандай жағдайда? Жаңағы мен айтып өткендей, егер де бір мән-жайлар, басқа да дәлелдемелер бір туындаған жағдайда істі тоқтатуға шешім шығарады екен. Істі уақытша тоқтатуға, сол дәлелдемені, сол құжатты алып келу үшін уақытша тоқтата тұрады екен. Екіншіден, іс жүргізуде қайта басталған күннен бастап осы іс жүргізу мерзімінің ағымы жалғасады екен. Бұл дегеніміз жаңағы істі тоқтатып қойып қайтадан мысалы бір 2-3 күнге, бір аптаға созуы мүмкін ғой, өзі уақыт беріп. Сондай жағдайда бұны қайтадан
жаңағы сол басталған күннен бастап істі жүргізіле береді екен, сол арыз түскен күннен бастап. Енді іс жүргізу мерзімдерін ұзарту. Қандай жағдайда іс жүргізу мерзімдерін ұзартады екен? Жаңа біз тоқтата тұруын айттық қой, бір мән-жай, бір дәлелдемелер, бір адам келуіне байланысты істі тоқтату мүмкін. Ал енді ұзарту үшін қалай ұзартылатынын айтып өтейік. Іске қатысушы тұлғалардың өтініші бойынша, жаңа айтып өттік, егерде іске қатысушы куәгер болмаса талапкер болсын, жауапкер болсын, өзінің бір қандай да бір өзінің өтініші, бір осы іске қатысты бір мән-жайлары болса, соған байланысты ұзарта тұруын өтінген жағдайда, я болмаса прокурордың өтініші бойынша, прокурор өзінің бір мән-жайларын анықтаған кезде, ол да осы істі ұзарта тұруын сұраған жағдайда өзінің өтініші бойынша, және де сот тағайындаған мерзімді ұзарта алады, жаңағы судья, яғни, және де соттың бастамасы. Бұл дегеніміз судьяның өзінің бастамасына сәйкес судья ұзарта алады екен, кейінге қалдыруға құқығы бар екен. Өйткені жаңағы куәгерлер болмаса, біз айтып отқандай, басқа да құжаттар керек болған жағдайда судья осыларды келесі процеске алып келуін талап ете отырып, сот осы іс жүргізу мерзімін ұзарта алады екен. Енді бағана біз айтып өттік, екінші мәселеміз қаралатын сот шығындары. Сот шығындары екіге бөлінеді. Бірінші, іс жүргізуге байланысты шығындардан тұрады. Екінші, мемлекеттік баж. Енді іс жүргізуге байланысты шығындарды білімгерлер Азаматтық іс жүргізу кодексінің 8-ші тарауынан қарап білеміз, міндетті түрде. Енді іс жүргізуге байланысты шығындарға қандай шығындар жатады екен, мен сіздерге айта өтейін. Қандай мәселелерде осы іс жүргізу шығындары қаралады екен, шығындар болады екен, соны білейік. Куәгерлерге, сарапшыларға немесе мамандарға төлеуге тиісті сомалар. Яғни куәгер, жаңа сарапшылар өздерінің жұмыстарын жасаған жағдайда осыларға төленетін сомалар. Іс жүргізуге байланысты шығындар дегеніміз осы. Екінші, сол жерде қарау жүргізуіне байланысты шығындар. Үшінші, заттай дәлелдемелерді сақтауға байланысты шығындар. Төртінші, жауапкерді іздестіру жөніндегі шығындар. Іс жүргізуге байланысты жарияланатын газет беттеріне, болмаса журналдарға, хабарламаларға байланысты шығындар. Және де сонымен қатар алтыншы, тараптарға хабарлау және оларды сотқа шақыру жөніндегі шығындар. Жетінші, талаптар мен үшінші тұлғалардың жаңағы жол ақысы және де олардың сотқа келуіне байланысты шығындарды айтады екенбіз. Сегізінші, өкілдердің жаңағы көмегіне ақы төлеу жөніндегі шығындар. Тоғызыншы, сот шешімдерінің, үкімдерінің, ұйғарымдардың және қаулыларының орындалуына байланысты шығындар. Яғни бұл сот орындаушылардың осы жаңағы ұйғарымды, қаулыны, жаңағы үкімді орындатуына байланысты борышкерге, жауапкерге осы шығындарды, және де жаңағы сотқа қажет деп таңылатын өзге де шығындар бар екен, білімгерлер, шығындар жатады екен. Осы 10-шы айтып отырған өзге де шығындарды Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің жаңағы 107-ші бабын ашып міндетті түрде қараймыз. Осы 107-ші бапта өзге де шығындар көрсетілген, білімгерлер. Міне қазір мен сіздерге осы 10 шығынды айтып өттім. Осы іс жүргізу процесс болып жатқан кезде, сот отырысы болып жатқан кезде осы шығындар шығуы мүмкін. Осындай шығындар, осыны жаңағы іс жүргізу байланысты шығындар деп атаймыз. Енді біз айтып өттік қой, мемлекеттік баж деп. Енді осы мемлекеттік бажға тоқтала кетейік. Сот шығындары мемлекеттік бажбен іс жүргізуге байланысты шығындардан тұрады екен. Ол міндетті түрде. Мемлекеттік бажды
төлеудің тәртібі мен мөлшері бұл Қазақстан Республикасының салық кодексінде белгіленген екен. Бұны Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 100-ші бабынан міндетті түрде ашып қараймыз. Осы 100-ші бапта көрсетілген екен. Яғни біз Қазақстан Республикасының салық кодексінде белгіленген өзінің тәртіптері бар. Қандай да бір іс жүргізу арызды сотқа берген жағдайда өзінің төленетін мемлекеттік бажы болады екен, төлемдері. Сотқа арыз шағым жазған кезде жаңағы өзінің бір белгіленген сомалар бар. Осыны міндетті түрде төлейміз. Енді мемлекеттік баждың өзі екі түрге бөлінеді. Бірі талап қою бағасының пайыздық ставкалар бойынша есептелетін баж екен. Екіншісі төленген күні республикада белгіленген есептік көрсеткіш мөлшеріне негізделіп есептелетін мемлекеттік баж екен. Білімгерлер, бұл жаңағы салық кодексінде көрсетілген екен. Енді нақты айта кетсек, мүліктік сипаттағы талап арыздарда қандай сомалар көрсетілген? Міне айта кетейін. Бірінші, жеке тұлғалар үшін талап сомасы 1% екен. Яғни сіз мүліктік сипаттағы талап арызы сотқа жазған кезде, жеке тұлға егерде жазсаңыз, мысалы талап арыз сотқа, оның 1%-ын ғана төлейді екенбіз. Ал енді заңды тұлғалар үшін талап сомасы бұл 3%-ын төлейді екен. Сонымен қатар төртінші, мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдарының заңды тұлғаларына құқықтық нұқсан келтіретін заңсыз іс әрекеттерімен белгіленген шағымдарды, осындай шағымдар сотқа түскен жағдайда бұл 30%-ық мөлшерде мемлекеттік баж төленеді екен. Сонымен қатар мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды адамдары заңды тұлғалардың құқықтарына нұқсан келтіретін заңсыз іс әрекеттеріне берілетін шағымдардан бұдан 500% сома ұсталады екен. Яғни сот осы процесті қараған үшін, ішті жүргізген үшін 500%-ық мөлшерде мемлекеттік баж төленеді екен. Білімгерлер, біз бұның да алдында айтып өткен болатынбыз. Яғни сотқа қандай да бір талап арыз жазған жағдайда жаңағы неке бұзу туралы, я болмаса басқа да осындай арыздар жазған кезде, бұл міндетті түрде сіздің ісіңізді сотта қарағаны үшін белгілі бір мөлшерде заңмен көрсетілген, жаңағы мен айтып өткенде Қазақстан Республикасының салық кодексінде көрсетілгендей, заңмен көрсетілгендей өзінің бір алатын мемлекеттік бір мөлшері болады екен, пайызы. Осының міндетті түрде төленеді екен. Осыны айтады екенбіз. Білімгерлер, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.